Қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, әрі тез дайын болатын французша ет тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен тазалаған картопымызды алып, жұқа етіп тураймыз. Қалың болатын болса, картопымыз дұрыс піспей қалуы мүмкін. Турап алдық. Енді қызанағымызды алып, дәл солай жұқа етіп тураймыз. Фаршымызды дайындаймыз. Мен мұнда пиязды майдалап турап алдым. Үстіне тартылған етімізді салып араластырамыз. Негізі бұл тағамға жеке-жеке салуға да болады. Мен екеуін араластырып салатын боламын. Үстіне аздап сұйық май құямыз. Дәміне қарай бұрыш, тұз себеміз. Енді жақсылап араластырамыз. Табамызды алып, майлаймыз, түбі жабысып қалмас үшін. Қағаз қою міндетті емес. Жағып шықтық. Енді жұқа етіп туралған картопымызды бірін үстін бірін шығармай, ретпен қойып шығамыз. Арасы қатты ашық болып қалмау керек. Үстіне кетчуп пен майонез қойып, біркелкі етіп жағып шығамыз. Үстіне дайындаған фаршымызды салып шығамыз. Үстіне аздап майонезді құйып, жағып шығамыз. Оның үстіне тағы да жұқа етіп туралған картопымызды қойып шығамыз. Шым-шым тұз себеміз. Тағы да аздап майонез қойып, біркелкі етіп жағамыз. Оның үстіне помидорымызды қойып шығамыз. Шым тұз себеміз. Аздап майонез құйып, жағып шығамыз. Осыны 180 градуста 30-35 минут пісіретін боламыз. Не 30 минутта осылай пісіп шықты. Енді үкіштен өткізілген ірімшігімізді себеміз. Тағы да 5-10 минут пісіріп аламыз.